Астайымда сосиска в тесте. Онды електен өткіземіз. Тұз, қант, дрожжи, сұйық май. Араластырамыз. Сүтті 2 бөліп қойып, нан басамыз. Жылы жерге 1 сағатқа қоямыз. Сосискаларды бөліп аламыз. 1 сағаттан соң нанды видеодағыдай етіп кесіп, қолымызды майға малып отырып, ұзын етіп жаямыз. Осылай ораймыз. Сыртын жұмыртқамен сылап, 180 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Міне дайын. Керемет болып шықты тестасы. Видеоны лайк басып, келесі видеоны күтіңіз.